Мағариш сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Ақирет ақиқатына сенбейтін біреу, мазақтаған сыңаймен міндетті түрде болатын азап жайлы сұрады. Кәпірлерге арналған ол азаптың бетін ешкім қайтара алмады. Ол азап Алладан келеді. Өзіне көтерілген рухани сатылардың егесі болған Алладан. Міне сол сатылар арқылы періштелер және рух 50 000 жылға созылатын бір күнде оған, яғни Аллаға көтеріледі. Ендеше сен мүшриктердің зорлық зомбылығына игі сабырмен сабыр ет. Өйткені олар оған, яғни бастарына келетін азапқа ақылға сыймайтын мүмкін емес нәрсе деп қарайды. Ал біз оған міндетті түрде жүзеге асатын әрі таяп қалған іс деп қараймыз. Ол күні аспан бейне бір балқыған мыстай болады, ал таулар түтілген түрлі түсті жүндей болады. Ең жақын дос, досының хал жағдайын сұрамайды. Бір-бірін көре тұра, әркім өз басымен қайғы болғандықтан хал сұрасуға мұршалары болмайды. Өмір бойы күнәдан көз ашпаған күнәһар сол күннің азабынан құтылу үшін мүмкін болса бауыр еті балаларын фидия ретінде беруді қалайды. Сондай-ақ жан-жар мен бауырын, өзіне пана һәм қолғанат болған бүкіл әулетін, тіпті жер бетіндегінің бәрін беріп, қара басын аман алып қалуды көксейді. Жоқ, ол мүмкін емес. Ол жалын атқан от, теріні сылып түсетін от. Ол ақиқаттан теріс айналғандар мен бір Аллаға құлшылық етуден бас тартқандарды өзіне шақырады. Сондай-ақ Алла жолында әрі мұқтаждарға қайырымдылық жасамай дүние жинағандарды шақырады. Расында адам баласы шыдамсыз, әрі әрнеге құмар болып жаралған. Жамандыққа тап болса, налығыш келеді. Ал қандай да бір жақсылық, яғни мансап, билік, байлық, дари қалса, сараңдығы ұстап қалады. Алайда намаз оқитындардың жөні бөлек. Олар намаздарын үзбей оқиды. Қолдарындағы дүние мүліктерінде белгілі бір мөлшерде ақы бар екенін мойындайды. Қайыр тілеуден басқа амалы қалмаған пақырлардың һәм қанша жерден мұқтаж болса да, елге алақан жаюдан қымсынатын мұқтаж жандардың ақысы бар екенін біледі. Олар дін күніне, яғни Алланың алдында есеп беріп жауапқа тартылатын күнге кәміл сенеді, һәм оны сөз әрі іс жүзінде растайды. Олар Раббыларының азабынан қатты қорқады. Сондықтан тақуалық аясында өмір сүреді. Өйткені Раббыларының азабына ұшырамайтындығына ешкім сенімді бола алмайды. Олар абирын, харамнан, күнәдан барынша сақтайды. Алайда адал жарлармен иелігіндегі күңдерінің жөні бөлек. Оларға адал жарлармен және иелігіндегі күңдермен төсек қатынасына барған үшін айып тағылмайды. Ал кім-де-кім мұнымен шектелмей, одан да арыға баруды көксесе, ондайлар шектен шығушылар. Сондай-ақ олар, яғни намазды үзбей оқитын шынайы мүміндер, қолдарындағы аманаттарына асқан жауапкершілікпен қарайды, һәм берген уәделерін толық орындайды. Олар куәлікке жүргендерінде куәліктерін дұрыс атқарады. Сөйтіп туралық пен әділдіктің туын көтеруге тырысады. Олар намаздарына ерекше көңіл бөледі. Яғни намазға алдын ала ниет етіп дайындалады. Әрбір намазды кемеліне келтіріп мінсіз өтейді һәм намаздан кейін пайдасыз бос істер мен күнә атаулыдан бойын аулақ ұстайды. Міне, соларға жәннат бақшаларында зор сый құрмет көрсетіледі. Әлгі күпірлік қылғандарға не көрінген? Мүміндерді мазақтап мұқату үшін сенен көз алмаған күйде жаныңа ентелеп жетіп келуде. Оң жақтан да, сол жақтан да топ-топмен ентелеп жетіп келуде. Олардың әрбірі иман келтірмесе де, өзінше, егер жұмақ шынымен бар болса, оған кіруге бәрінен де мына мен лайықпын деген оймен, өзінің ағыл-тегіл нығметке толы жұмаққа кіргізілуін көксей ме? Жоқ, құр босқа дәмеленбей ақ қойсын. Біз оларды өздері жақсы білетін болмашы нәрседен, яғни шәһуат суынан жараттық. Сондықтан барлық күншығыстың және барлық батыстың Раббысына серт. Біздің құдіретіміз әлбетте жетеді. Оларды өздерінен әлдеқайда қайырлы болғандармен алмастыруға құдіретіміз толық жетеді. Һәм бұл мәселеде бізге ешкім бөгесін бола алмайды. Ендеше оларды жөніне қоя бер. Өздеріне уәде етілген мерзімді күндеріне тап болғанша, өздері дендеп бойлаған жалғанның саз балшығына батып, ойнап күліп жүре берсін. Сол күні олар қабірлерінен атып шығады да, бейне бір межелі жерге жетуді көксегендей лап береді. Үрейге толы көздерін жерден ала алмай, сор жеңіп, әбден қор болады. Оларға уәде етілген күн міне сол. Нұх сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Біз Нұхты
басына жан төзгісіз азап келмей тұрғанда, қауымыңды ескерт деп, өз қауымына пайғамбар ретінде жібердік. Ол, уа халқым, шүбәсіз мен сендерге жіберілген анық елшімін. Менің айтарым бір Аллаға ғана құлшылық етіңдер, оған шын көңілден тағзым етіп, қарсы келуден сақтаныңдар, һәм маған бағыныңдар. Соның құрметіне Алла осы күнге дейін істеген кісі ақысынан тыс күнәларыңды кешірсін, әрі сендерге мерзімді уақытқа, яғни ажал сағаты соққанға дейін тіршілік етуді нәсіп етсін. Шүбәсіз Алланың кесімді уақыты келгенде, яғни Алла кескен ажал сағаты соққанда, ол әсте кейінге шегерілмейді. Шіркін, соны білсеңдер ғой. Ақыр соңында Нұх пайғамбар дін жолындағы ғасырлар бойы толастамаған тынымсыз насихаттан кейін былай деп жалбарынды: уа Раббым, халқымды күн-түн демей хақ дінге шақырдым. Алайда менің шақыруым оларды ақиқаттан тек одан сайын алыстата түсті. Мен оларды өзіңнің кешірміңе бөленсін деп, хақ жолға шақырған сайын, олар саусақпен құлағын бітеп, шапандарына бүркене түсті, һәм ұдайы қасарысып, көпірлікте табандаумен әрі көкірек керіп, таңдай сумен болды. Содан соң оларды хақ жолға ашық үнмен, екпінді сөзбен де шақырып бақтым. Содан кейін ашықтан ашық үндеп те, жасырын әрі арнайы түрде шақырып та көрдім. Және де оларға: Раббыларыңнан күнәларың үшін кешірім тілеңдер, өйткені ол құлдары қанша жерден күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді дедім. Алладан кешірім тілеңдер, төбелеріңе аспаннан нөсерлетіп нұр жаудырсын, сендерге дүние мен бала шағаны молынан берсін, һәм сендер үшін бау-бақшалар өсірсін және өзендер ағызсын. Сендерге не көрінген? Неліктен Алланың ұлылығының алдында бас имейсіңдер? Оның ұлылығынан неге именбейсіңдер? Шүбәсіз, ол сендерді кезең-кезеңімен қалыптан қалыпқа келтіріп жаратты. Алланың жеті қат көкті бір-бірімен қалай жұмдастырып, қат-қабат етіп жаратқанын көрмеймісіңдер? Сондай-ақ ол жеті қат көкте айды, күнге шағылысқан жарық нұр, күнді шуақ шашқан шырақ қылды. Ал сендерді бейне бір өсімдік өсіргендей жерден өсірді. Сөйтіп сендерді өздеріңе тән ерекше кейіпте жаратты. Кейін сендерді қайтадан топыраққа қайтарады, және сол топырақтан сөзсіз қайта шығарады. Ал жерді сендер үшін кеңінен жайылған төсеніш етті. Жер бетінде таулар мен алқаптар арасында даңғыл жолдармен емін-еркін жүріп тұрарсыңдар деп, жерді кең байтақ етіп жаратты. Ақырында Нұх қауымының ішіндегі қыңыр кәпірлердің иманға келуінен үміт үзіп, Раббысына былай деп жалбарынды: уа Раббым, расында олар маған ұдайы қарсы келді. Мал дүниесі де, бала шағасы да өзін қып-қызыл зинаға батырғаннан басқа түкте пайда бермейтіндердің, қайырсыз, бақытсыз бай шонжарлардың соңынан кетті. Тіпті ел жұртты мен үгіттеген хақ жолдан қайтару үшін не бір үлкен қулық сұмдыққа барып, не бір адам айтқысыз тұзақтар құрды. Һәм ел жұртты өз құдайларыңнан безуші болмаңдар, әсіресе Уәд, Суағ, Яғус, Яғуқ және Нәсірден баз кешпеңдер деп үгіттеді. Сөйтіп олар көп елді тура жолдан адастырды. Ендеше уа Раббым, соның қарым ретінде бұл залымдардың адасуын тек одан сайын арттыра түскейсің. Ақырында күнәлары себепті жаппай суға батты һәм алапат отқа тасталды. Сонда олар Аллаға қарсы тұрып өздеріне қол ұшын беретін ешкімді таппады. Нұх жер әлемді жайлаған алапат топан судан кейін дұғасын былай түйіндеді: уа Раббым, жер бетінде кәпірлерден бірде-бір адам қалдырма, өйткені оларды тірі қалдыратын болсаң, құлдарыңды тура жолдан тайдырады, және тек өздері секілді көргенсіз әрі шектен шыққан кәпір бала табады. Уа Раббым, мені, ата-анамды, мүмін ретінде табалдырығымнан аттаған әрбір жанды, һәм күллі мүмін ерлер мен мүмін әйелдерді кешіре көр, ал залымдарды одан бетер құрдымға батырғайсың. Жын сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Уа ардақты елшім, былай де, маған келген уахи бойынша бір топ жын мен оқыған Құранды тыңдап, кейін тайпаларына барып: уа жарандар, расында біз таңғажайып Құран тыңдадық. Ол әрдайым хақ жолға бастайды. Біз оған иман келтірдік. Біз ендік әрі Раббымызға ешкімді және еш нәрсені серік етіп қоспаймыз. Шүбәсіз, Раббымыздың даңқы асқақ, ұлылығы шексіз, ол ешкімді өзіне жұбай етіп те, бала етіп те алған емес, яғни оның жұбайы да,
баласы да жоқ. Сөйтсек, арамыздағы ессіз ақмақтар Алла жайында жоқ нәрсені шатып жүр екен ғой. Ал біз болсақ, адамдар да, жындар да Алла жайында әсте өтірік айтпайды деп ойлайтын едік. Сөйтсек, бір адамдар, бір жындарды пана тұтып, жындардың менмендігі мен астамшылығын күшейткен екен. Ал жындар болса, өздерін пір тұтып, қатынасқа түскен адамдарды одан сайын күнәға батырып, азғындығын онан әрмен арттырған екен. Уа жарандар, олар да сендер ойлағандай Алла ешкімді пайғамбар ретінде жібермейді деп ойлайтын еді. Біз көкке көтерілейік деп едік. Оның тым қатал әрі мықты сақшылармен жалынатқан оқтарға толы екенін көрдік. Бұрын біз аспанның кей тұстарында тың тыңдап отыратын едік. Алайда қазір кім-дегім тың тыңдауға ұмсынса болды, өзінің жалынатқан оққа, нысанаға шаншылғанын аңғарады. Осылайша жердегілерді жамандыққа ұшырату көзделді ме, жоқ әлде Раббылары оларға жақсылық қалады ма? Шынын айтсақ, оны біле алмадық. Арамызда иман етуге ынталы ізгі жандар да бар, ондай еместер де бар. Сөйтіп жік-жікке бөлініп, тарам-тарам жолдарға түскен жайымыз бар. Ендеше жер бетінде Алланың қалауына қарсы тұра алмайтынымызға, сондай-ақ одан ешқайда да қашып құтыла алмайтынымызға көзіміз анық жетті. Тура жолға бастайтын Құранды естігенімізде, оған бірден иман келтірдік. Кім-дегім Раббысына лайықты түрде иман етсе, иманы мен игі істерінің қарымын толық ала алмай қаламын ба деп те, бар жақсылықтан махрұм қалмас бекенмін деп те қорықпайтын болады. Шынын айтсақ, арамызда Аллаға мойынсұнған мұсылмандар да, хақ жолдан тайған азғындар да бар. Ал енді кім-дегім бір Аллаға мойынсұнса, міне солар ақиқатты іздегендер һәм тапқандар. Ал хақ жолдан тайған азғындарға келсек, олар жаһаннамға отын болады. Егер адамдар мен жындар Алланың тура жолмен еш ауытқымай жүргендерінде, шүбәсіз оларға мол жауын жаудырып, ризық несібелерін молайтар едік. Әсілі, біз оларды өздеріне берген әр нығметпен сынаймыз. Кім-дегім Раббысының насихатпен, иләһи нұсқауларға толы кітабынан теріс айналса, Алла оны барған сайын күшейе беретін ауыр азапқа душар етеді. Шүбәсіз мешіттер һәм онда өтелетін барлық құлшылықтар бір Алла үшін, сондай-ақ адам баласының құлшылық барысында қимылдайтын барлық мүшелері де бір Аллаға тиесілі. Ендеше Алладан басқа ешкімге, әрі еш нәрсеге дұға етіп жалбарынбаңдар. Алланың хас құлы түрегеп тұрып, Раббысына құлшылық ете бастағанда, кәпірлер ел жұртқа оның оқыған Құранын естіртпеу үшін қаптап келіп, тіпті бір-бірінің үстіне шығып кетердей болып, маңайына үймелеп қалған еді. Уа Мұхаммед, былай де, мен тек Раббыма ғана құлшылық етіп жалбарынамын, һәм оған ешкімді және еш нәрсені серік етіп қоспаймын. Біле білсеңдер, мен сендерге өздігімнен зиян да келтіре алмаймын, сондай-ақ өздігімнен тура жолға салып жарылқай да алмаймын. Егер Аллаға қарсы келетін болсам, мені Алланың жазасынан ешкім құтқара алмайды. Сондай-ақ одан басқа пана таппасым да анық. Менің бар міндетім Аллаға қатысты ақиқаттар мен оның қасиетті жолдауларын тиісінше насихаттап жеткізу ғана. Ендеше кім-дегім Аллаға және елшісіне қарсылық танытса, шүбәсіз ондай күнәһар үшін жаһаннам оты бар. Һәм ондай күнәһарлар онда мәңгі бақи қалады. Оларда жайына қоя бер. Сендерді аз әрі осал көріп, менсінбей жүре берсін. Өздеріне уәде етілген жаһаннам азабын өз көздерімен көргенде, кімнің қолдаушылары ең осал әрі тым аз екенін әлі-ақ білетін болады. Уа ардақты елшім, оларға былай де, сендерге уәде етілген азапты күн жақын ба, жоқ әлде Раббым ол үшін ұзақ уақыт белгілей ме, оны білмедім. Ол ғайыпты, яғни сезім мүшелерімен сезіп білу мүмкін болмаған тылсым әлемді білуші, һәм бір өзі ғана білетін ғайыптың сырын ешкімге ашпайды. Тек өзі разы болып таңдаған елшісіне ғана ашады. Өйткені Алла өзінің шексіз ілімінен ғайыптан келетін сырға титтейді жалған араласпау үшін елшісінің алды-артына сақшы періштелер қояды. Осылайша Алла елшілердің Раббыларының жолдауларын кем-кетіксіз һәм бұрмалаусыз лайықты түрде жеткізгенін білгісі, яғни іс жүзінде көргісі келеді. Алла елшілеріне не уақи еткенін һәм олардың барлық жай күйін жақсы біледі. Сондай-ақ ол барлық нәрсені бүге-шүгесіне дейін жіпке тізіп сақтап қоюда. Музаммил сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Уа жамылғыға бүркенген елшім,
Қане тұрда, ұйықтап тынығуға арналған аздаған бөлігінен басқа бүкіл түнді құлшылықпен өткіз. Түннің тең жарымын құлшылықпен өткіз. Не болмаса, одан аздап қысқартуыңа болады. Яки жарымынан асып құлшылық етсең де болады. Сондай-ақ, мәнеріне келтіріп, һәм мағынасына терең үңіле отырып, байыппен Құран оқы. Шүбәсіз біз саған өте ауыр әрі қасиетті сөз, яғни уахи түсіреміз. Шүбәсіз түнгі құлшылықтың адамның зейніне, жүрегі мен рухына әсері әлде қайда күшті. Сондай-ақ, түн оқылғанда тыңдау һәм түйсініп, көңілге тоқу тұрғысынан өте берекелі, өте тиімді. Ал күндіз атқаратын шаруаң шаш-етектен. Раббыңның атын үнемі жадыңда ұстап, күндіз түні аузыңнан тастамай зікір ет, һәм оған жан тәніңмен бет бұр. Ол шығыстың да, батыстың да Раббысы, одан басқа тәңір жоқ. Ендеше оған ғана тәуекел етіп, оны ие тұт. Мүшриктердің айтқан сөздеріне барынша сабыр ет. Олардың сөзін де, ісін де көңіліңе алма. Ендеше оларды жайына қоя бер. Сөйтіп олармен қатынаста арақашықтық сақтай отырып, өз міндетіңді атқара бер. Біз нәсіп еткен ағыл-тегіл нығмет ішінде шалғып жүріп, сені һәм қасиетті дағуаңды жалғанға шығарушы кәпірлерді маған тапсыр. Сөйтіп оларға біраз мұрсат бер. Өйткені біздің дәргейімізде оларды сарыла күткен бұғаулар мен жалынатқан жаһаннам бар. Оған қоса, өңештен өтпей тұрып қалатын тағамдар мен жан төзгісіз азап бар. Сол күні жер мен тау-тастың бәрі қатты шайқалады. Таулар үгітілген құм үйінділеріне айналады. Уа адамдар, расында біз сендерге бүкіл істеріңе, әсіресе хақ дінге деген қарсылықтарың мен күпірліктеріңе куә болатын елші жібердік. Кезінде Перғауынға да дәл сондай елші жіберген едік. Алайда Перғауын ол елшіге қарсы келді, мүлде бағынбады. Сол үшін біз оны бас салып, оңдырмай жазаладық. Бүйтіп күпірлікте табандайтын болсаңдар, жас балалардың өзін шашына ақ түсіріп қартайтып жіберетін алапат күннен қалай сақтанбақсыңдар? Ол күні аспан жарылады. Алланың уағдасы сөзсіз орындалады. Шүбәсіз бұл игі насихат һәм ескерту. Ал енді қалған жан өзін Раббысына жеткізетін жолға түседі. Раббың кейде түннің 3/2-сіне жуығын, кейде тең жарымын, кей кездері 1/3 бөлігін құлшылықпен өткізетініңді, сондай-ақ қасыңдағы кейбір мүміндердің де солай істейтінін біледі. Түн мен күнді жаратып, екеуінің мерзімін белгілейтін бір Алла. Уа мүміндер, Алла сендердің түнгі құлшылықты қаза қылмастан өтей алмайтындарыңды білгендіктен, сендерге шарапаты мен мейірімін төгіп, кеңшілік һәм жеңілдік жасады. Ендігі жерде түнгі құлшылықты Құраннан өздеріңе жеңіл тиетіндей мөлшерде оқып өтеңдер. Араларыңда науқастардың болатынын, кейбіреулеріңнің Алланың шексіз шарапатынан несібе іздеп, жер әлемді шарлайтынын, енді біреулердің Алла жолында жауапкершілікке шығып, бел шешпей жортуылдап жүретінін Алла біледі. Ендеше Құраннан өздеріңе жеңіл тиетіндей мөлшерде оқыңдар. Алайда қандай жағдайда болмасын, намазды кемеліне келтіріп, үзбей әрі уақытылы оқыңдар. Зекетті толық беріңдер. Сонымен қатар, мал дүниелеріңнің бір бөлігін Алла разылығы үшін дін жолында және мұқтаждарға жұмсау арқылы Аллаға көркем қарыз беріңдер. Естеріңде болсын, өздерің үшін о дүниеге нендей сауап жолдайтын болсаңдар, оны Алланың дәргейінде орасан зор болған һәм еселенген үстіне еселенген күйде көресіңдер. Алладан ұдайы кешірім тілеңдер. Шүбәсіз Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Мүдәссир сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Уа, жамылғыға бүркенген елшім, тұр, ел жұртқа ескерт. Раббыңның теңдессіз, шексіз ұлылығын жария ет. Киіміңді тазарт, ластық атаулыдан аулақ бол. Атқарған қызметіңді, істеген жақсылықтарыңды көп көріп міндетсін бе? Алла және адамзат алдындағы міндетіңді атқаруда қандай қиындыққа душар болсаң да, Раббың үшін сабыр ет. Өйткені күндердің күнінде Исрафил періштенің сырнайы сур үрленгенде, міне, сол күн өте ауыр күн болады. Әсіресе кәпірлерге жеңіл тимейді. Дүние малсыз, отбасынсыз, жалғыз етіп жаратқан пендемді менімен оңаша қалдыр. Кейін оған тіршілігінде мол байлық нәсіп еттім.
һәм әркез жанынан табылып, сүйеу болар ұл балалар бердім, һәм жайлы өмір сүрсін деп, дүниенің бар игілігін алдына тарттым. Енді сол пендемді менімен оңаша қалдыр. Сонда да аш көзденіп, нығметімді одан сайын арттырып берген үстіне бере түсуімді қалайды. Жоқ, дәмеленбей-ақ қойсын. Өйткені ол қасарысып, аяттарымызға қарсы келді. Жақында оны титығына жететін ауыр азапқа саламын. Ол ел алдында Құранның қадірін қалай кетірсем екен деп ойланып толғанды. Мұратына жету үшін не істеп не қоятынын ойша есептеп пішіпте көрді. Жаны жаһаннамға жеткір. Айла шарғысын қалай есептеп пішті десеңші. Ей, жаны жаһаннамға жеткір. Айла шарғысын қалай есептеп пішті десеңші. Содан соң маңызды бір нәрсе айтатындай, маңайындағы ел жұртқа маңғаздана көз жіберді. Артынша түнеріп қабағын түйді. Содан кейін теріс айналды һәм тәкаппарлық ұстап, Құранның хақ екенін іштей біле тұрса да, мойындағысы келмеді. Сөйтіп, бұл бар болғаны, атам заманнан бері үйретіліп келе жатқан күшті сиқыр басқа түк емес. Бұл адамның сөзі басқа түк емес деді. Мен оны көп замай-ақ шыжғырылып жансын деп сахарға тастаймын. Сахардың не екенін білесің бе? Ол ішіне не түссе де түгін қалдырмай жалмайды. Бірақ жалмап қоя салмайды. Жалмағанын бұрынғы қалпына келтіріп алады да қайта жалмайды. Теріні шыжғырған үстіне шыжғыра береді. Тозақтықтың басы қасында 19 бірдей азап періштесі бар. Біз тозақ сақшыларын тек қана періштелерден тағайындадық. Олардың санына келсек, оны кәпірлер үшін сынақ һәм азап себебі қылдық. Сондағы мақсатымыз кітап иелері Мұхаммедтің Алланың елші екеніне шәк шүбәсіз кәміл илансын, мүміндердің иманы одан сайын арта түссін һәм кітап иелері мен мүміндердің титтейде күмәні қалмасын дедік. Сондай-ақ жүректерінде кесел болғандар мен кәпірлер. Сонда Алла осы мысал арқылы не айтқысы келеді десін деген едік. Міне осылайша Алла қалағанын тура жолдан тайдырып, қалағанын тура жолға салады. Раббыңның әскерлерін бір өзінен басқа ешкім білмейді. Бұл, яғни тозақтағы азап періштелері және Раббыңның басқа да әскерлері жайлы айтылған хабар тек адамзатқа жасалған ескерту ғана. Жоқ, мәселе кәпірлердің ойлағанында емес, аспандағы айға серт, түндігі түрле бастаған түнге серт, қылаң берген таңға серт. Шүбәсіз ол, яғни Құран, Алланың ұлы нышандарының бірі һәм бірегейі, адамзат үшін ерен ескертуші, араларыңнан иман келтіріп, игі істер істеп, алға озғысы келетіндер үшін де, күпірлік пен күнәға батып артта қалуды таңдағандар үшін де ерен ескертуші. Әркім өз тапқанының, өз ісінің тұтқыны, яғни жұмаққа кірген әрбір жан, дүниеде тапқан сауабына һәм иманының дәрежесіне қарай нығметке бөленеді. Сондай-ақ тозаққа түскен әрбір күнәһар да өз қолымен тапқан күнәлері мен күпірлігінің деңгейіне қарай азап тартады. Ал амал дәптерін оң жағынан алатын Асхабул Яминнің жөні бөлек. Олар көз көріп құлақ естімеген, адамның қиялы жетпес ғаламат жұмақтарда болады. Олар онда өзара сұрасып жауап қатысып, өмір бойы күнәдан көз ашпаған тозақы күнәһарлар жайлы әңгіме қозғайды. Сонда олар тозақлардан, сендерді осынау жаһаннамға не айдап әкелді деп сұрайды. Сонда әлгілер, біз намаз оқитындардан қатарында емес едік, фақыр міскінді тамақтандырмайтын едік, ғапылдыққа салынғандармен бірге Алланы, ақиретті ескермей бос сөз пайдасыз іспен уақыт өлтіріп күнәға бататын сауық сайранға елтіп, ғапылдыққа салынатын едік. Дін күніне, яғни Алланың алдында есеп беретін һәм жауапқа тартылатын күнге Құдайы сенбестік танытатынбыз. Сөйтіп жүргенде ажалымыз жетті деп жауап береді. Ендігі жерде оларға шапағатшылардың шапағаты түк те пайда бермейді. Осынау насихат һәм ескерту болған Құраннан теріс айналып қашатындай, оларға не көрінген? Олар бейне бір үріккен жабайы есек сияқты, үркіп арыстаннан қашқан жабайы есек сияқты. Олардың әрқайсысы өзіне Құран сияқты парақталған кітап берілгенін қалайды. Жоқ, ол мүмкін емес. Расында олар ақиреттен қорықпайды. Ол жаққа барғанда жағдайым не болар екен деп қам жемейді. Жоқ, ол мүмкін емес. Шүбәсіз бұл Құран ерен насихат һәм ескертуші. Қалаған жан оны оқиды. Оған ой жүгіртіп ғибрат алады. Алайда, Алла қаламайынша олар оған ой жүгіртіп ғибрат ала алмайды. Шын жүректен тағзым етіп,
жазасынан қорқу керек болғанда, күнәһарларды ескертуші де бір Алла. Қиямет сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Жоқ, қиямет күніне серт, сондай-ақ өзін өзі жазғырушы нәпсіге де серт. Адам баласы бізді өлімнен кейін шашылып қалған сүйектерін жинап, қайтадан тірілтпейді деп ойлай ма? Әрине, жинағанда қандай, тіпті біз оның саусақ іздерін де қайтадан қалпына келтіруге құдіреттіміз. Алайда адам баласы дүниеде күнәға батып өз білгенінше өмір сүру үшін алдындағы қиямет күнін жоққа шығарғысы келеді. Сөйтіп ол ақирет сенімін мазаққа айналдырып, әлгі қиямет күні қашан деп сұрайды. Қатты үрейден көздері қарығып, қарауытқан, ай тұтылған және күн мен ай бір-бірімен тоғыстырылған кезде, міне сол күні адам баласы қашатын жер бар ма дейді. Жоқ, ол күні бас сауғалап паналайтын жер жоқ. Ол күні бәрінің барар жері Раббыңның құзыры болмақ. Ол күні адам баласына дүниеде өз қолымен істеп ақиретке жолдаған жақсы жаман істермен істемей кейінге қалдырған барлық істері түгелдей білдіріледі. Сөйтіп адам баласы өз-өзіне қарсы куә һәм айғақ болады. Ақталып қанша жерден сылтау айтса да солай болмақ. О Мұхаммед, өзіңе уахи келгенде оны бірден жаттап алайын деп тіліңді асығыс қимылдатпа. Өйткені оны сенің жүрегіңе толық жинау һәм өзіңе оқыту, яғни Құранның толық жиналуы мен оқылуын қамтамасыз ету бізге тиесілі іс. Ендеше біз оны оқыған кезде, яғни Жәбірейіл періште саған уахи жеткізіп жатқанда, сен оның оқылуына мұқият құлақ асып, ілесіп отыр. Содан кейін оны тәптіштеп түсіндіру де бізге тиесілі іс. Жоқ, сендер қолма-қол пайданы, яғни көз алдарыңдағы қу дүниені жақсы көресіңдер. Соған аңсарларың ауып, соңында жүресіңдер. Ал ақиретті ескермейсіңдер. Кейбір жүздер ол күні қуаныштан бал-бұлы жайнайды. Раббыларынан көз алмайды. Енді бір жүздер ол күні тұнжыраған кейіпте, бел омыртқаны үзіп түсетін ауыр соққы жейтіндіктеріне, яғни адам айтқысыз ауыр азапқа душар болатындықтарына көздері жетеді. Жоқ, жаналқымға келген сәтте, бұны айықтырып аман алып қалатын кім бар делінеді. Міне сонда, жаны алқымға тіреліп, хал үстінде жатқан пенденің жақындарымен айырылысатын сәттің таяғанына көзі анық жетеді. Жан тапсырудың азабынан қос сирақ бір-бірімен айқасады. Сол күні бәрі Раббыңның дәргейіне айдалады, жөнелтіледі. Әлгі өлім аузында жаны қысылған адам дінге де сенбейтін, намаз да оқымайтын еді. Қайта дінді мойындамай, талаптарынан сырт айналатын еді. Онымен қоймай, өзінің әлгіндей жатқылығына мәз болған кейіпте кердеңдей басып, үй ішіне қайтатын. Ендеше сауап болды саған, сауап болды. Иә, сауап болды саған, сауап болды. Сен осынау жазаға лайықсың. Адам баласы өзін елеусіз, ескерусіз қала беремін деп ойлай ма? Ол кезінде ытқып шыққан бір тамшы шәһуат суы емес педі. Артынша ана құсағына сүліктей жабысқақ нәрсеге айналды. Сөйтіп, Алла оған келісті кескін келбет беріп, адам етіп жаратты. Һәм одан қос жыныс түрінде ер мен әйелді жаратты. Сонда мұның бәрін істегеннің, яғни Алланың өлілерді қайта тірілтуге құдіреті жетпей ме? Инсан сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Замана ағымында сондай ұзақ дәуір өтті. Ол дәуірде адамның аты дағы айтылмайтын еді. Яғни, жаратылыс тарихында адамның аты тұрмақ заты жоқ кезеңдер болған еді. Шүбәсіз біз адам баласын ер мен әйелден бөлінген құрама тамшыдан жараттық. Сөйтіп оны сынау үшін естейтін һәм көретін саналы тіршілік иесі қылдық. Оған тура жолды да көрсеттік. Енді қаласа, осынау нығметтердің қадірін біліп, тура жолмен жүретін шүкіршіл болар. Қаласа, көпірлік қылып теріс жолдарға түсетін рахметі жоқ, кәпір болар. Біле білсеңдер, біз кәпірлер үшін шынжырлар, бұғаулар һәм жалынатқан от дайындап қойдық. Ізгі жандарға келсек, олар кеселерге құйылған хош иісті, кафур қосылған жәннат суынан ішеді. Ол сондай бұлақ. Одан Алланың хас құлдары сусындайды һәм оны өздері қалаған бағытқа бұрып ағызады. Алланың аталмыш хас құлдары атаған нәзірлер мен тиісті міндеттерін лайықты түрде атқарады. Һәм кесапаты жер әлемді жайлайтын күннен қорқады. Өздері мұқтаж болып,
ауыздарының суы құрып тұрса да пақыр міскінді, жетім мен тұтқынды қуана-қуана тамақтандырады. Һәм оларға біз сендерді тек Алла разылығы үшін тамақтандырудамыз. Бұл жақсылығымыз үшін сендерден ешқандай қарымта да, алғыс та күтпейміз. Шүбәсіз біз адамның түрін қашырып, қабағына кірбің түсіретін алапатты күн туғанда, Раббымыздың жазасына ұшыраудан қорқамыз дейді. Алла оларды сол күннің кесапатынан сақтайды. Һәм оларды жүздері бал-бұл жанған, шат-шадыман күйде қабылдайды. Сабыр еткен үшін оларға жәннатты нәсіп етіп, кіл сусылдаған жібек киімдер кигізеді. Жұмақта салтанатты орынтақтарға шалқая түсіп, жайғасып отырады. Бұдан бұлай олар онда күннің аптап ыстығында бет қарыған аязды да көрмейді. Оларға жәннат бақшаларындағы ағаштар саясын түсіреді және шоқ-шоқ жемістері қол созым жерде тұнып тұрады. Олардың маңынан айналсоқтап шықпайтын жұмақ қызметшілері оларға күміс ыдыстар және мөп-мөлдір қадақтармен зыр жүгіріп, алуан түрлі сусындар тасиды. Мөп-мөлдір күміс қадақтармен сусындар тасиды. Ішетін сусындарының түрі мен мөлшерін өздері біледі. Оларға хош иісті һәм сондай ләззатты жұмақ дәмдеуші зәнжәбил қатылған сусынға толы қадақтар ұсынылады. Бұл сусындар байыппен үздіксіз ағып тұратын сәлсәбил атты бастаудан құйылады. Мәңгі бақи балғын, пәк қалпында қалатын жұмақтағы жас балалар жұмақтықтардың маңынан айналсоқтап шықпай қызмет етеді. Оларды көргенде жан-жаққа шашылған інжу екен деп ойлап қаласың. Қай жаққа қарасаң да қиял жетпес нығметтер мен зор сән салтанат көресің. Олар үстінде үлбіреген жасыл жібекпен атластан киім киіп, сәнді күміс білезіктер тағынады. Раббылары оларға тап-таза шарап ішкізіп, ерекше сый көрсетеді. Міне, мұның бәрі сендерге арналған сый-сияпат. Осылайша дүниедегі ерен еңбектерің ақталды. Уа ардақты елшім, шүбәсіз осынау Құранды саған бірте-бірте түсірген мына біз. Ендеше Раббыңның үкімі шыққанға дейін сабыр ет. Адамдар арасындағы бірде-бір күнәһар мен кәпірдің тілін алма. Раббыңның атын ертелі-кеш зікір ет. Яғни Раббыңа ертелі-кеш құлшылық ет. Сондай-ақ түннің бір бөлігін оған сәжде ет. Һәм түнде ұзақ уақыт оны сен мінсізсің, кемшіліктен адасың деп ұлықта. Анығында бұлар күнәһар кәпірлер қолма-қол пайданы, яғни көз алдындағы қу дүниені жақсы көреді. Соған аңсар ауып, соның соңында жүреді. Сөйтіп алдағы өздерін күтіп тұрған ауыр күнді ескермейді. Оларды біз жараттық. Сондай-ақ оларға буындарын мықтап бекітіп, мығым дене бітім бердік. Қалаған уақытымызда олардың дене бітімін де, өзге қасиеттерін де өзгертіп жіберуге қауқарымыз жетеді. Шүбәсіз мұның бәрі игі насихат һәм ескерту. Енді қалған жан өзін Раббысына жеткізетін жолға түседі. Алайда Алла қаламайынша сендер еш нәрсе қалай алмайсыңдар. Шүбәсіз Алла алим, бәрін білетін шексіз ілім иесі, хаким, әр үкімі мен әр ісінде талай хикметтер болған асқан даналық иесі. Ол қалағанын шексіз рахмына бөлейді. Сондай-ақ ол өзіне өзгелерді серік етіп қосып, кешірілмес күнәға батқан залымдар үшін жан төзгісіз азап дайындап қойды. Мурсалат сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Игі мақсатта бірінен кейін бірі жіберілгендерге серт. Игі мақсатта жіберіліп, көк дауылдай жылдам әрі екпінді қимылдайтындарға серт. Және уақи жазылған қасиетті парақтардың мазмұнын жайған үстіне жаятындарға серт. Жаю арқылы ақиқат пен жалғанның аражігін ажырату жолында қызмет ететіндерге серт. Иләхи уақиды алып келушілерге серт. Кейбіреулер үшін кешірім, енді біреулер үшін ескерту болсын деп, иләхи уақиды алып келушілерге сендерге уәде етілген нәрсе міндетті түрде жүзеге асады. Жұлдыздардың жарығы сөндірілгенде, аспан қағайырылғанда, таулар күл болып ұшқанда, сондай-ақ елші пайғамбарлар үшін үмбеттеріне куәлік ететін уақыт белгіленгенде, мұның бәрі қай күнде шегерілді. Кесімді үкім шығарылатын һәм адамдарды сенімі мен жақсы жаман ісіне қарай бір-бірінен айыратын күнге шегерілді. Осынау кесімді үкім мен айыру күнінің қандай күн екенін білесің бе? Алла білдірмесе, сен оны қайдан білесің? Сол күні осынау ақиқатқа сенбейтіндердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Біз ақиқатты мойындамаған алғашқы қауымдарды жойып жібермек педік. Содан кейін солардың кебін киген кейінгілерді де солардың соңынан жібереміз. Біз өмір бойы күнәдан көз ашпаған күнәһарларға солай істейміз.
сол күні осынау ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Осынау ақиқатты жалған деуге қалай ғана дәттерің барады. Біз сендерді болмашы судан жаратпадық па? Артынша оны, яғни ұрықты берік орынға, ана жатырына орналастырдық. Белгілі бір уақытқа дейін сол орынға орналастырдық. Сондай-ақ, болмыстарына қатысты барлық нәрсені белгілеп қойдық. Біз қандай керемет белгілеушіміз. Сол күні осынау ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Біз жерді жиналу орны етпедік пе? Яғни жер ананың үстін тірілерге, астын өлілерге тұрақ етпедік пе? Сондай-ақ сол жер бетіне асқарлы тауларды қазықтай қақтық. Сендерге сол таулардан бастау алатын тұщы су нәсіп еттік. Сол күні ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Қане, тұрмаңдар. Дүниеде жүргендеріңде өздерің сенбей келген жаһаннамға қарай бет алыңдар. Қане, үш жерден будақтаған қап-қара түтіннің саясына барыңдар. Алайда ол сая болмайды, және алаулаған оттан да сақтамайды. Сол от үлкендігі үйдей ұшқын шашады. Ол ұшқындар бейне бір келе-келе сары түйелердей болып шашырайды. Сол күні ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті. Бүгін кәпірлердің аузына құм құйылатын күн. Кешірім тілеп, арылу бұлай тұрсын, оларға бір ауыз сөз айтуға да рұқсат берілмейді. Сол күні ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Бүгін кесімді үкім шығарылатын, һәм адамдарды сенімімен жақсы жаман ісіне қарай бір-бірінен айыратын күн. Міне, сендерді де, алғашқыларды да бір жерге, яғни махшарға жинадық. Ал енді жазамнан құтылу үшін жасайтын қандай да бір айла амалдарың болса, қане, қарап тұрмаңдар. Маған қарсы қолдарыңнан келген айла амалдарыңды жасаңдар. Сол күні ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Шүбәсіз Аллаға шын көңілден тағзым етіп, әміріне қарсы келуден қорыққан тақуа жандар сол күні саяжайларда, бұлақтардың басында болады. Көңілдері қалаған жеміс-жидектердің арасында болады. Дүниеде істеген игіліктерің үшін ерекше тәбетпен жеп ішіңдер, ас болсын. Біз игілікке жаны құштар, ізгі жандарды міне осылай бағалап, сый-сияпатқа бөлейміз. Сол күні ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Ендеше сендер, ақиретке сенбейтін имансыздар, мына 5 күндік жалғанда азғантай уақыт ішіп жеп, өмірдің қызығына бата тұрыңдар. Анығында сендер өмір бойы күнәдан көз ашпайтын, барып тұрған күнәһарсыңдар. Сол күні ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Оларға, қане, Алланың алдында бас иіңдер, оған құлшылық жасаңдар делінгенде бас имейді. Сол күні ақиқатқа сенбейтіндердің жағдайы қандай өкінішті. Олар осынау Құранға сенбегеннен кейін басқа қай сөзге сенеді? Нәбә сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Олар өзара не жайлы сұрасуда, нені әңгіме қылуда? Әлбетте, әлгі аса маңызды хабар жайлы сұрасуда. Олар өзара қарама-қайшылықта, яғни әлгі хабарды қалай жоққа шығарамыз, теріске шығарғанда қандай дәлелге сүйенеміз деп өзара келісімге келе алмауда. Жоқ, мәселе олардың ойлағанында емес. Олар әлгі хабардың хақ екенін әлі-ақ білетін болады. Жоқ, мәселе олардың ойлағанында емес. Олар әлгі хабардың хақ екенін әлі-ақ білетін болады. Біз жер бетін бесік қылмадық па? Тауларды, жерді мықтап ұстап тұратын қазық етпедік пе? Сендерді жұп қылып жараттық. Ұйқыларыңды дамылдап тынығудың бірден бір жолы қылдық. Түнді бейне бір жамылға, ал күндізді тіршілік уақыты қылдық. Төбелеріңе жеті бірдей берік аспан тұрғыздық. Сондай-ақ оған жарқырап жанған шамшырақ орнаттық. Қою бұлттардан жаңбыр жаудырдық. Алуан түрлі дәнді дақылдар мен өсімдіктер өсіп шықсын. Сондай-ақ қалың бау-бақшалар жайқалып өссін деп, бұлттардан жауын жаудырдық. Шүбәсіз кесімді үкім және айыру күні, дүниеде кім не ексе соны ору үшін белгіленген кесімді күн. Сол күні сур үрленеді де, лек-лек болып Алланың алдына келесіңдер. Періштелердің жерге түсу үшін аспан айқара ашылған сансыз қақпаларға айналады. Таулар көшіріліп, сағымға айналады. Ал жаһаннам болса, өзіне түсетіндерді қарауылдап, тағатсыздана күтумен болады. Ол шектен шыққан азғындардың түптің түбінде барып паналайтын жері, олар онда ғасырлар бойы қалады. Олар онда жанға жайлы салқындықты да,
шөл қандырар сусынды да тата алмайды. Тататындары тек қайнаған су мен ірің ғана. Олар істеген істерінің лайықты қарымтасы ретінде сондай жазаға тартылады. Өйткені олар күндердің күнінде жауапқа тартыламыз ау деп ойламайтын әрі сенбейтін еді. Өздеріне түсірілген һәм оқылған аяттарымыз бен болмыстағы айқын дәлелдерімізді қасарысып жоққа шығаратын еді. Алайда біз олардың істерінің бәрін жіпке тізіп, кітапқа жазып қойдық. Ендеше істеріңнің жемісін татыңдар. Енді бізден азаптарыңды арттырғаннан басқа ешбір жақсылық күтпеңдер. Ал Аллаға шын көңілден тағзым етіп, оған қарсы келуден қорқатын һәм күнә атаулыдан барынша сақтанатын тақуа жандарға келсек, оларды үлкен жетістік әрі зор бақыт күтуде. Олар үшін бау-бақшалар мен жүзім бақтары, қосанары толықсыған, түйедей құрдас, хор қыздары, ғаламат сусындарға толы қадақтар, кеселер бар. Олар онда бос сөз де, жалған сөз де естімейді. Міне мұның бәрі Раббыңнан тақуа жандарды толық қанағаттандыратын жеткілікті сый-сияпат. Осынау сый-сияпат күллі аспан әлемі мен жердің және екеуінің арасындағы жаратылыс атаулының Раббысынан, Рахманнан. Ешкімнің онымен сөйлесуге құзыры жетпейді. Сол күні рух және періштелер Раббыңның алдында қаз-қатар сап түсейді. Сонда Рахман Алла сөйлеуге рұқсат еткен жаннан басқа ешкім жағашып тіл қата алмайды. Сөйлейтін жанда тек қана орынды сөз айтады. Міне сол күмәнсіз келетін һәм ақиқат үстем болатын күн. Ендеше бұдан былай қалаған жан Раббысына тура қайтатын жолды ұстайды. Анығында біз азаптың жақын екенін айтып, сендерді алдын ала сақтандырып, ескерттік. Сол күні адам баласы фәни дүниеден ақиретке өз қолымен жолдаған нәрсесіне қарайды. Сонда кәпір бүйтіп, әр ісіне жауапты саналы адам болғанша, шіркін топырақ болғанымда ғой деп аһ ұрады. Назиғат сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Кәпірлердің жанын аяусыз жұлқып, суырып алушы періштелерге, мүміндердің жанын қинамай, байыппен алушы періштелерге, иләһи пәрмендерді бұлжытпай орындау мақсатында аспан кеңістігінде жүзіп жүрген періштелерге, міндеттерін мүлтіксіз орындауда бір-бірімен жарысатын періштелерге, Алланың пәрменімен болмыстағы жауын жаудыру, жел тұрғызу сынды табиғи құбылыстар мен өзге де елеулі істерді жүргізуші періштелерге серт. Қиямет сөзсіз орнайды. Сол күні Сурдың, яғни Исрафил періштенің ғаламат сырнайынан шығатын ащы үн жер әлемді тітіретіп, дүр сілкіндіреді. Оның артынша жер әлемді тітірететін тағы да бір ащы үн шығады. Сол күні кейбір жүректер үрейден дүрсіл қағады. Олардың, яғни жүрегі дүрсіл қағып, аузына тығылған кәпірлердің үрейге толы көздері мөлиіп төмен қарайды. Соған қарамастан, кәпірлер өлгеннен кейін қайта тірілу сенімін келемеждеп былай дейді. Сонда біз қайтадан бұрынғы қалпымызға қайтарыламыз ба? Һәм қаусап, үгітілген қу сүйекке айналғаннан кейін қайта тірілеміз бе? Ендеше бұл біз үшін тым зиянды қайту десеңші. Олар не десе де, болатын іс болады. Һәм бір ғана ащы үнмен, яғни Исрафил періштенің Сурда бір рет үрлеумен жүзеге асады. Сол-ақ екен, бәрі теп-тегіс махшар алаңына жинала қояды. Уа Мұхаммед, саған Мұсаның хабары жетті ме? Есіңде болса, қасиетті Тур алқабында Раббысы оған былай үн қатқан еді. Перғауынға бар, өйткені ол әбден азғындады. Бар да оған жамандық атаулыдан арылып, тазарғың келеме деп айт. Ондай ойың болса, саған Раббыңа тура апаратын жолды көрсетейін. Сонда оған тағзыммен мойын сұнарсың. Негізінен Мұса алейхиссалам тек Исраил ұрпақтарына ғана емес, Перғауын мен оның еліне де тура жолды нұсқау үшін жіберілген еді. Олар Мұсаның сөзіне құлақ аспаған соң, Мұса өз қауымын Мысырдан көшіріп алып кетуге міндеттелген еді. Мұса Перғауынға барды да оған ең үлкен мұғжизасын көрсетті. Алайда Перғауын оған сенбеді һәм қарсы келді. Онымен қоймай, Мұсадан теріс айналып, дұшпандық әрекетке көшті. Халқы мен әскерін жинап алып, үндеу тастады. Сендердің ең ұлық Раббыларың мына менмін деді. Ақырында Алла оны бас салып, ақиретте һәм осы дүниеде баршаға сабақ болатындай етіп, оңдырмай жазалады. Шүбәсіз мұнда Алладан тағзыммен именетін әрбір жан үшін ғибрат бар. О адамдар, ақылға салып ойланбайсыңдар ма?
Сендерді жарату қиын ба? Жоқ әлде аспан әлемін бе? Оны Алла тұрғызды. Алла оны тіреусіз биік күмбез етіп көтерді, һәм мінсіз толыққанды жүйеге келтірді. Тас қараңғы түнін бірте-бірте сейілтіп, күн сәскесін шығарды. Яғни таңын атырып, жер әлемді жарыққа бөледі. Содан кейін жерді тұрақтап тіршілік етуге қолайлы етіп жайды. Одан сулары, бұлақтары, өзен-көлдері, мұхиттары мен жайылымын, көк майсасын, шүйгінін шығарды. Тауларды да бекем етіп орнатты. Мұның бәрі сендердің және малдарыңның тіршілік үшін. Ақырында жер жаһанды түгелдей басып қалатын алапат-апат қиямет қайым келген кезде, міне сол күні адам баласы өмір бойы ненің соңында жүріп не үшін қам қарекет қылғанын, яғни дүниеде өз пайдасы үшін қарекет қылды ма, жоқ әлде өзін зиянға батыратын істермен шұғылданды ма, соны анық аңғарады. Және көретіндердің бәріне жалынатқан жаһаннам анық көрсетіледі. Міне сонда кім-де-кім азғындап шектен шыққан, әрі дүниенің қу тіршілігін ақиреттен артық көрген болса, онда шүбәсіз оның ақыр соңында барып паналайтын жері сол жалынатқан жаһаннам болмақ. Ал кім-де-кім күндердің күнінде Раббысының дәргейіне баратынын ойлап, шынымен қорыққан һәм нәпсісін әуейліктен тыйған болса, шүбәсіз оның ақыр соңында барып паналайтын жері жәннат болмақ. Уа Мұхаммед, олар қашан орнайды деп сенен қиямет жайлы сұрауда, сен оны қайдан білесің? Ол жайлы сен не айта аласың? Оның соңы Раббыңа барып тіреледі. Яғни оның кесімді уақыты Раббыңа ғана аян. Ал сен болсаң, одан шынымен қорқатындарды алдын ала сақтандырушы, ескертуші ғанасың. Олар кәпірлер сол ұлы күнді көргенде дүниеде бір кеш немесе бір сәскелік уақыт қана тұрғандай болады.